Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен үй кеспесін, яғни кеспе көжені жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп өтіңіз. Кеспе көжеге қажетті заттар: қамырына ұн, тұз, су және де жұмыртқа қажет. Сорпасына осылай жылқы етін қолдандым мен. Кез келген еттің түрі жарайды. Және де картоп, пияз, сәбіз және де томат қажет. Алдымен етімізді, картопымызды, пиязымызды майдалап турап аламыз. Барлығын осылай ұсақтап турап алдық. Енді келесі кезекте қазанымызға азырақ сұйық майымызды құйып қуырып аламыз. Қызып тұрған майымызға алдымен етімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Етімізді қызартып қуырып алдық. Үстіне пиязымызды салып, қуырып аламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып алдық. Енді үстіне қалған картоп, сәбіздерімізді салып, үстіне қуырып аламыз. Үстіне тұзымызды саламыз. Және де томатымызды саламыз. Мен де осылай банкада жабылған, қысқа жабылған салаттан салдым. Тағы үстіне қуырып жібереміз. Сосын үстіне шамалап су құямыз. Яғни сіздер өздері қуырып алдық. Енді үстіне суымызды құямыз. Мен салқын су құйдым. Кез келген қайнаған суда құюға болады. Үстіне суымызды құйып алдық. Енді бетін жауып қайнатамыз. Кеспеміздің қамырын жаямыз. Енді дайын болып қапты. Осылай кішкене қолымыздың көмегімен басып жібереміз. Сонда жайылуы оңай болады. Қамырымызды жайып болды. Қатты жұқа қылмаймыз. Қамырын орташа қалыңдықта жасаймыз. Себебі жұқа болса қамырымыз піскен уақытта езіліп кетеді. Сол үшін осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта жайып шығасыздар. Енді қамырымызды орап, кеспемізді кесеміз. Қамырларымызды осылай орап алдық. Арасына ұнды көбірек себіңіздер. Қазір кескен уақытта арасы жабысып қалмайды. Осылай енді кесіп шығамыз кеспелерімізді. Кеспелерімізді кесіп алдық. Неге осылай? Енді қайнап тұрған сорпамызға кеспемізді салып пісіріп аламыз. Қамырымыз осылай тартылдап қайнап тұру керек. Сонда қамырымыз жабыспай әдемі болып піседі. Енді қамырларымызды салайық. Жиырма 25 минут кішкене пісіріп аламыз. Сосын қайнап болған соң астын өшіріп, бетін жауып қоямыз қақпағын. Сонда әдемі болып шығады кеспеміз. Енді қайнатып аламыз жақсылап. Дайын болды. Мінекей кеспелері дана-дана өте әдем болып шыққан. Енді ыдысымызға құйып дастарханымызға ұсынамыз. Кеспеміз дайын болып шықты. Өте әдемі, керемет болып шыққан. Не дегенмен қолдың кеспесіне жетпейді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Осылай айранды қатып ішсе өте әдемі болады. Сіздер де отбасыларыңызды қуантып осылай қолдан
кеспе жасап беріңіздер. Ал бізге ас болсын. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.